Бәріңізге ассалаумағалейкум. Керек арнасы ұсынады. Мидың жұмысын бұзатын 10 әдет. Бірінші, ұйқының қанбауы. Бәріне таныс бұл құбылыс елеулі мәселеге айналып барады. Соңғы 100 жылда адамзат ұйықтау уақытын орта есеппен 20%-ға азайтқан. Ұйқысыздықтың салдарынан адам сергек күйінде мидың әр жері баяу ұйқы фазасына ауыса бастайды. Бұл уақытта адам бір нүктеге қадалып қалады. Бытыраңқы жүреді. Ұсақ моторикасы бұзылады. Ұдайы ұйқысыздық ми жасушаларының өлуіне әкеп соғады. Екінші, таңғы ас ішпеу. Таңғы ас ішпеу адамның еңбекке қабілеттілігі мен күні бойғы тонусына кері әсер етеді. Бұл түсінікті жайт болып көрінуі мүмкін, алайда мұнда тек ағзаға қажетті қуат алу мәселесі ғана емес. Таңғы асты ішпеу қандағы қант мөлшерін азайтады, ал бұл өз кезегінде миға нәрлі заттардың жетуін төмендетеді және қиындатады. Үшінші, артық қант мөлшері. Жаңа айтып өткенде мидың өнімді жұмыс істеуі үшін тәттіні, әсіресе ащы шоколадты не үшін жеу керектігін түсіндірілді. Алайда ағзаға қанттың шамадан тыс көп болуы ақуыз бен нәрлі заттардың сіңіруін қиындатады. Нәтижесінде қант деңгейі төмен болған жағдайда қайталанады, нәрлі заттар миға жетпей қалады. Төртінші, стресс. Қатты психоэмоционалды стресс нейрондар арасындағы арақатынасты ажыратып, жағдайлардың себеп салдары байланысын және жүйелілігін түсінуді қиындатады. Бұл жүйке жүйенің қатты қозуы мен шарасыздық сезімін тудырады. Жиналып қалған стресс есте сақтауды қиындатып, интеллектуалдық мүмкіндіктерді төмендетеді. Бесінші, антидепрессанттар мен ұйықтататын дәрілер. Жақсы әсер ететін дәрі-дәрмекке жаппай құмар болу мәселесі әсіресе өзекті, себебі мұндай дәрілерді сатып алу оңай. Ұйықтататын дәрілер мен Xanax сияқты танымал антидепрессанттарды ішу есті амнезияға дейін нашарлатуы мүмкін, сонымен қатар жарымес етіп суицидтік ойларға жетелеуі мүмкін. Алтыншы, темекі шегу. Темекі шегудің ағзаға кері әсері жайлы әңгіме қозғалғанда ең әуелі қарайған өкпе мен құрттаған тістерді елестетеміз. Дегенмен темекінің миға қалай әсер ететіні жайлы көп айтылмайды. Никотин қан тамырларды тарылтады. Миға нәрлі заттардың жеткізбеу сияқты кері әсерімен қатар бұл зиянды әдет Альцгеймер ауруына шалдығу қатерін бірнеше есеге арттырады. Жетінші, күн. Адам ағзасы күн сәулесінің жетіспеуі адамның танымдық қасиеттеріне тікелей әсер етеді. Біріншіден, күн сәулесімен бірге алынатын ультракүлгін қан айналымын реттейді, яғни оттегі мен нәрлі заттарды тасымалын. Екіншісі, күн сәулесі серотониннің адам көңіл күйіне әсер ететін гормонның бөлуіне әсер етеді. Сегізінші, су. Ағзаға судың жетіспеуі ми көлемінің кішіреюіне әкеледі, ал бұл оның еңбекке қабілеттілігін төмендетеді және ақпаратты сақтай алу қабілетін нөлдік деңгейге дейін түсіруі мүмкін. Күніне шамамен 2 литрға дейін су ішу ұсынылады. Тоғызыншы, шамадан тыс көп ақпарат. Жыл өткен сайын адам қабылдайтын ақпараттар мөлшері өсіп келеді. Бұл миды жаттықтыру мен оның қалыпты деңгейін ұстап тұруға көмектесетін сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде шамадан тыс көп ақпаратқа ми қарсылықпен жауап береді. Ол ақпаратты мүлдем қабылдай алмай қалуы мүмкін. Кейде тіпті көп нәрсе естен шығып кететін кездер болады. Ең соңғы 10-шы әдет, бір мезетте көп ақпаратты қабылдау. Ақпараттық дәуірдегі тағы бір дерті. Адам бір мезетте бірнеше ақпаратты игеруге тырысады, нәтижесінде бірде-біреуі лайықты түрде сіңірілмейді. Ал ес осы режимде үйрене бастайды. Ақпарат әр түсті қабылданады. Екіншісіне ауыспай, біреуіне ғана ден қойып орындау күн өткен сайын қиындай түседі. Сондықтан қазақ айтады, екі кеменің басын ұстаған суға кетеді.